Апош, сен шет елге барып па едің? Жоқ, Бармап па едің? бармадым. Бірақ баруды армандайсың ба? Конечно. Прям кәдімгідей армандап ойлайсың ба? Да, ойлаймын. Ең алыс ойлағаның қай ел барғың келеді? Ұлыбританияға. Ұлыбритания? Неге? Сояқтың маған архитектурасын ұнайды. И потом Канадаға барғым келеді. Табиғатын ұнайды. Табиғатын көргің келе ма? Иә. Мен сендей жасымда, короче. Үлкен кісі сияқты айтпын, сендей жасыңда. Шетелге баруды армандамау. Неге? Армандауға дәтім бармайды. Армандауды да ойламаушы еді. Неге? Білмеймін, мен сөйтіп ойлаймын да, есіме түседі да. Мен мысалы бала күнімнен армандаймын, кішкентай кезімнен. Менде ондай вообще арман болмаған. Осы бір Америкаға барсам екен, немесе ан жаққа барсам екен деген болмаған. Бірақ аяқ астынан университет оқып жүрген кезде мүмкіндік туды. Францияға, Парижге бардым. Париж, прикинь. Ауылдан шыққан бала. Сразу Париж. Басым қалай айналғанын көрсем. Қазір машина алып келейік. Осыларға қарай айтып беремін. Университеттің, бізде университетте 5 жыл ғой, Назарбаев университетте. Бірінші жылы Foundation, тілдерді үйрететін жылы, сосын мамандық таңдайсың. Мен инженеринг мамандығын таңдадым, electrical engineering. Сонымен бірінші курсты бітірген кезде бізге мынандай хабарлама келді. Бірінші курстан кейін, бірінші курс бітірген балаларды 10 адамды таңдап, ең үздік 10 адамды таңдап, Парижге 10 күн ба, 15 күнге ма оқуға жібереді деген бір хабарлама келді. Енді қуанышымызда шегі жоқ, кім ойлаған Парижге барам деп. Бірақ енді инжинирингке жалпы өте мықты жігіттер келеді, қыздар мен жігіттер. Алтын белгі деген ол жерде стандартты нәрсе. Көбінесе олимпиада жеңімпаздары, сондай мықты ұлдар мен қыздар келетін. Оның арасында ойнап қалатын шығармыз деген бірақ үміт бар, сонымен тапсырған едім. Бірінші курс инжиниринг бітірген адамдар 175 адам етіміз орта есеппен алған кезде, есімде болған солай. Ойлаңызшы, 175 республиканың ең үздік студенттері. Оның ішінде 10 адамды алады. Бірінші конкурс ол эссе жазу, яғни мотивациялық, неге дәл мен бар көріппін деген. Екінші конкурс интервью болды. Үшіншісіне соның барлығынан таңдап үздік 10-ды таңдайды. Біріншісінен өттің деген кезде вау болды. Біріншісінен 30 адам өткен. 30 ба 40 адамның ішінен. Сосын барып интервьюға дайындық басталды. Жұп қойыпты. 2 теңге екен. Өзім немнен төледім Каспийнен. Сіз маған аударып салсыз. Точно аударып ма? 2 ба точно дейсің. Ана жерде тұр екен. Таптала ма? Айнау. Интервью деген нәрсені мен сол кезде өмірімде екінші рет өткенмін. Алғашқы рет IELTS тапсырған кезде ағылшын тілінің сөйлеу дәрежесін анықтау үшін интервью өткен болатынмын. Ол бірақ бөлек. Ал мынадай конкурсқа өту бөлек екен. Сол кездегі жалпы айтқан кезде ең алғашқы тәжірибем интервьюға дайындалудан болған еді. Қызықты өтті. Уайым деген керемет, кейбіреулер жылап шығып жатыр. Бір енді тапсырғандай, бірақ бәрі енді Парижге барғысы келеді ғой. Мен де тапсырып шықтым. Нәтижесінде қызық болды, өттік. Чота! Қалайсың, Апош? Яма. Таза қып жуып ма? Иә. Таза. Сен шетелге барсаң, не өзгереді деп ойлайсың ойыңда? Миыңда, ойлауыңда? Барып көрмегеннен кейін білмейсің ба? Мысалға сен Астанаға келіп кеткеннен кейін не өзгерді? Дым өзгерген жоқ дейсің. Өзгермейді. Қысқаша, не өзгерді? Қаттырақ айт. Қаттырақ па? Мақсатым айқын болды. Өмірде не қалайтының түсінікті болды ма? Түсінікті болды.
сонымен елестетіңізші, 170 үздік оқушылардың арасынан үздік 10-қа іліну деген мен үшін қандай бір қуаныш болды. Өзіме деген сенімділігім кәдімгідей артты деп айтса болады. Сонымен Парижге баруға дайындықты бастап кеттік. Ол жерге жеткендегі ең басты менің бір эмоцияларымды айтатын болсам, әрбір тасы, әрбір жатқан кішкентай майда шүйдесіне дейін бір әдемі көрінді мен үшін. Біз Минск арқылы ұштық. Минсктағы пересадкадан кейін Илья деген досым екеуміз бизнес класспен ұштық. Ол да бір бөлек әңгіме болды. Бірақ әңгіменің бәрі Париж болғаннан кейін, Париж туралы айтсам, әрбір тасына дейін әдемі болды біз үшін. Метроға отырдық алғашқы рет, метродан шығып гостиницаға жеткенге шейін 150 сурет түсіріп тастаған шығармыз ана жерде. Қой, гостиницаға барайық, киімімізді ауыстырайық, тағы шығамыз деп. Бірінші күні, жеткен күні қайда бардық? Эйфель мұнарасына бардық. Түнгі қаланы көрдік. Эйфель мұнарасының айналасында көп деген қара нәсілді адамдар жүреді екен. Барлығы кеп саған бір нәрсе сатқысы келеді. $3, brother, come here, brother, $3 деп айтпақшы деп бір қара жігіт келді тағыны. Қазақстан дейді бізге. Үстімізде ешқандай жазу жоқ Қазақстан деген. Қазақстан қалай білдің десек, қазақтар әдемі адам ғой деп қояды. Қой кет. Сонымен бәрі бір нәрсе саған сатқысы келеді, ол жарайды, ол бір минусы деп айтуға болады, бірақ жалпы ана жердегі атмосфера күшті. Сонымен алғашқы рет сыртқа шыққанымыз осындай бір әсерлі болған еді. Сонымен екінші күн, үшінші күн сабағымыз бар түске дейін, түс қайта француз тілін үйренуіміз бар, кешке қыдыруымыз бар. Бүкіл әйгілі жерлердің бәріне бардық. Эйфель мұнарасы, Лувр музейі, Версаль дворец, ол жерден өте үлкен, керемет, айтпақшыдай Диснейлендке де бардық. Шынында да басқа әлемге түскендей болдық. Мен үшін бірінші рет сыртқа шыққан адамға кәдімгідей менің өмірім өзгерді деген сөзге айтсам болады. Өйткені күнделікті көріп жүрген Қазақстаннан бөлек әлем бар екенін, ол жерде қандай дамыған терең тарихы бар адамдар тұратын барлығын көрдік. Таудың үстіне шықтық, ол жердегі Париждің үстінен қарауға болады екен, яғни қарасаң шеті көрінбейді Париж қаласының. Енді Парижге бару мен үшін қандай ақыр аяғында әсер қалдырды? Ең топ үшеуін айта кетейін. Жалпы сыртқа шыққан кезде шетелге немесе өз тұрып жатқан аймағыңнан басқа қалаға барып көрсең, сіздерде де сондай сезім болады деген ойдамын. Топ 3. Біріншісі ол сенімділік. Неге сенімділік дейсіз ғой? Өйткені мен 170 үздік адамның ішінен конкурс арқылы үздік 10-қа кірдім. 8 қазылар алқасы отырды. Ол саяхатымыздың ең басты спонсоры Total деген француз мұнай компаниясы және Назарбаев университеті болды. Сол Total'дың қызметкері, яғни басшылығы, біздің университеттің басшылығы отырды. Солар таңдады 10 адамды. Сондықтан да сол 10-қа кіру мен үшін сенімділікті арттырды. Өйткені менің де қолымнан келеді екен ғой бұл деген секілді. Яғни біз Назарбаев университетке түсер кезде өзіңе сенімсіз боласың. Өйткені қаншама мықты адамдар мен жарысып жатырмын, мен қолымнан келеді ма, келмейді ма деген бір кішкене күмән болады. Түсіп болғаннан кейін оның ішінде тағы да бір күмән пайда болады. Өйткені жарайды мен түсіп болдым ғой, бірақ менен де мықты адамдар бұл жерде оқып жатыр ғой деген ой келеді. Бірақ соның ішінен үздік 10-ға кірген кезде ешқандай сұрақ қалмайды ғой. Демек, менің ешкімнен артықшылығым немесе кемшілігім жоқ. Бәріміздегі мүмкіншілік бірдей. Екіншісі ол көкжиегінің кеңеюі. Яғни басқа елді, басқа адамдарды, басқа тілді, басқа мәдениетті көргеннен кейін шынында да ойлау шеңберін кеңейеді, көкжиегін кеңейеді. Бұл әлемнің әртүрлі екенін, әрбір адам уникум, яғни өзінше ерекше екенін сол кезде түсіне бастайсың. Сенің де әдемі жерлерің бар, басқа адамның да әдемі жерлері бар. Бірге қосылған кезде, бейбіт өмір сүрген кезде керемет дүниелер шығаруға болатынын сол кезде түсінесің. Көкжиегің кеңейіп, сенімділігің артқаннан кейін жігерің арта бастайды екен. Яғни өзіңе сенімдісің, сыртқа көріп, басқа адамдарды да көрдің, содан кейін барып, мен де сондай болайыншы, мен де осылай дамайыншы деген жігер пайда болады екен. Яғни үйде отыра беріп, көп нәрсені көрмегеннен кейін жігерің де болмайды. Дамуға деген
не үшін керек екенін түсінбейсің. Ал бұндай кереметтерді көргеннен кейін шынында осындайға қол жеткізу үшін мен де дамиын, менің артынан келе жатқан іні қарындастарым, болмаса әке шешемді де осындайға көрсетейінші. Ол үшін даму керек, ақша табу керек. Сол үшін жігерің пайда болады екен. Жалпы айтқан кезде осы үш нәрсе пайда болады, үш эффект болды сол шетелге барып келгеннен кейін. Осы әңгіменің арқасында сіздерді де жігерлендірдім деп сенем. Өздеріңізге сенімді болыңыздар, алға қарай басыңыздар деген бір мотивация бергім келеді. Менің мотивациям сондай болды. Шетелге шығып тұрыңыздар, мүмкіндік болатса, басқа қалаға барып тұрыңыздар. Міне алпамыс секілді Астанаға келгеннен кейін өмірінде не қалайтыным айқын болды дейді. Сондықтан сіздерде де сондай айқын болсын. Келесі влогта жүздескенше сау болыңыздар. Біз ары қарай жұмыс істейміз. Пока.